Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгінгі онлайн қонағымыз әнші Бүркіт және оның жұбайы Аиша. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Жақсымыз, аман есен. Көңіл күйлеріңіз қалай, карантинді қалай өткізіп жатырсыздар? Жақсы, аман есен. Бірақ енді анда-санда қалаға шығамыз. Енді азық түлік ар-бер тасыған кезде қалаға шығып тұрамыз енді. Азынан кешке шейін үйдеміз деп айта алмаймын. Бірақ бала-шаға бәрі, Аиша бәрі үйде. Енді сіздің жағдайыңыз жаман емес сияқты, Аиша шаршап жүрген шығар. Шаршадың ба? Нет, нормально. Бұл қуанып жүр карантинге. Нормально. Жақсы болды, үйде отырамыз деп. Әйтпесе гастрольмен шаршап жүруші еді, енді жақсы демалып отыр. Карантиндегі күндерде елге көмек көрсетіп жатыр екенсіз. Елдің жағдайына алаңдап жатқаныңызды әлеуметтік желідегі парақшаңыздан байқаймыз. Өткен аптада президент атына үндеу жолдап, карантин режимін жұмсартып, елге жұмыс істеуге мүмкіндік берілуін сұрапсыз. Олай істеуіңізге не себеп? Енді біз мына жерде мен енді өз көзіммен біраз райондарды, біраз аудандарды аралап келдім. Сол жерде енді мынау халықтың жағдайы өте нашар екен өз көзіммен көріп келіп отырмын да, содан кейін жаным ашып енді кішкене былай, енді шынында да азынан кешке шейін өзінің бір күнделікті тауып жүрген нанын таба алмай қалған талай адамдар бар. Ол таксист бар арасында, неше түрлі жай қара жұмыспен айналысатындар да бар. Көптеген адамдар ғой енді, оның барлығын атай берсең ол көп. Бір 70-80% құрайтын шығар сол кісілер. Енді сол кісілер енді қатты қиналып жүрген, мен өз көзіммен көріп отқаннан кейін, соның кейін осындай кішкене карантинді жұмсарту жөн көріп отырмыз. Әнші Бүркіттің қызы да әнші болатын сияқты ғой, дауысын естіп жатырмыз ар жақта. Қандай тәтті қылықтары бар, бөлісіп отырсаңыз. Осылай ән айтқан жақсы көреді ғой деймін, Айтшы. Это какие-то такие. У нас просто дома много детей. Бізде үйде қонақтар да бар, інілерім тұрады, келінмен бірге, бала-шағасы бар, сондықтан бізде бала-шаға Это не только наши дети поют там. Иә, екі ұл бір қызыңыз бар. Қыз тәттірек шығар енді. Қыз тәтті ғой, қыздың жолы жіңішке дейді ғой. Сондықтан иісі де бөлек, өзі де бөлек, кішкене осында ерке, қызға қатты сөйлей алмайсың, құйрығынан ұрып қоя алмайсың, әшейін келісе бересің, кез келген нәрсесіне, әр әрекетіне келісе бересің. Жақсы, енді сіз бізде бәрі жақсы болады деген сияқты тек қана позитив әндер шығарамын деген қағидаңыз бар екенін бір сұхбаттарыңызда айтқансыз. Сіздің әніңізге елдің бәрі билегісі кеп тұрады. Тағы да осы бағытта Аишамен жаңа әндер айтасыздар ма? Әлде елдегі жағдайға байланысты репертуарыңызды өзгертесіз бе? Жоқ, репертуарымызды өзгертеміз деп айта алмаймын, бірақ жаңартамыз. Жаңартып жатырмыз. Жаңаға біз енді байқаған болған шығарсыздар. Біз қыста бала-шағамыздың бәріміз шетелге барып келгенбіз. Сол шетелде тағы да бір біздің енді айтып жатады ғой, Беркут пен Аиша шетелге шықса клип түсіріп келеді деп. Сондықтан да бізде бұл жолы енді тағы да бір клип түсіріп келдік. Сол клипте енді халыққа жол тартып, Құдай қаласа осы келесі айдан бастап қазақша арғақты билейтін әндер. Және де енді мұңлы әндер айтамыз деп айта алмаймын. Өйткені ол айта алмаймыз біз ондай. В нашем стиле песня. Жақсы, енді осы карантин бітсе, Құдай қаласа, әбден билейміз ғой жақсылап. Енді карантин тағы сіздердің қандай жоспарларыңызды бұзды? Тойлар да кетті, концерттер де кетті. Қанша концерт наурыз айында, сәуір айында барлық концерттердің барлығы тоқталып қалды ғой, сондықтан енді бізге ешқандай қатысы жоқ деп айта алмаймыз. Өйткені біз көппен бірге отырмыз, көппен көрген ұлы той дейді. Сондықтан да біз бәріміз біргеміз қазір. Енді Құдай қаласа енді бәрі жақсы болады енді. Бұдан да өтерміз Құдай қаласа бұйыртса. Сондықтан енді ең қазіргі қиын сәттерде қазір адаммен адам болу керек. Адамгершілігі мол болу керек. Сондықтан да біз жаңағы қолымыздан келгенше барынша көмек беруге тырысып жатырмыз. Жаңа күн ара шығып тұрамыз, азық түлік апарып беріп тұрамыз. Анау жатақханалар көп қаланың сырт жағында.
мен шынымды айтсам бірінші рет бардым мен осындай аудандарға, өйткені мен осы 20 жыл бойы Алматыда тұрып жатсам да бір ретте болмаппын мен сондай. Анау бірінші Алматыда болмаппын, жаңағы Қалқаман жақтарда болмаппын, осындай аудандарымыз бар ғой. Видеоға түсіріп, Instagram парақшасына саламыз, жартысын салмаймыз. Салмайтын күндер де бар. Өйткені енді ұяласың ғой, адамдарға жаңа барған кезде енді шынымен де жүрегің ауырып кетеді. Ол жерде енді барлығы рахмет айтып жатады. Жаңа апалары да бар, әжелері де бар, өздерінің баталарын беріп жатыр. Сондықтан да енді Құдайға шүкір дейміз. Енді бірақ енді жағдай өте қиын. Айбек, енді сіз сырттан қарағанда өте бір сондай мықты ер азаматсыз ғой, енді ол түсінікті, иә? Бірақ сіздің де жылайтын кездеріңіз бола ма? Болады, бірақ оны ешкімге көрсетпейді. Ол енді әсіресе кішкентай балаларға қатысты болған кезде, енді өзің балаларың, кішкентай балаларың болғандықтан, өзің ұл қыздарың болғандықтан шығар, жаңағы дүние жүзінде болып жатқан жақында ғана бір кино көріп едім. Үйде отырып енді қазір карантинде кино көресің ғой, одан басқа не істейсің? Капернаум деген бір кино көріп шықтым, әбден жылап алдым енді оны. Бірақ ешкім көрген жоқ, шынымды айтсам. Капернаум деген жаңағы, ол да менің үлкен балам, 6 жасар балам, аты Зейін. Зейіннің аттасы екен. Ол баланың да аты Зейін екен. Жаңағы сол бала туралы өмірден шынайы алынған жаңағы хикаясы екен. Соны көріп, енді әбден жылап алған. Бірақ оны ешкімге көрсеткен жоқпын, жалғыз жүзім көрдім. Билайн коронавирус кезінде қиын жағдайда қалған қазақстандықтарға көмек қолын созуда. Біргеміз қорына 312 миллион теңге аударылды. Қаражат Верный Капитал компаниялар тобының атынан түсті. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Енді әншілер телехабарлар жүргізді, тойда ән айтты, лотерея ойнатты, гиф ойнатты, асаба болды. Былайша айтқанда ғарышкер болудан басқасының бәрін жасады. Айтпақшы, жаппай кино да түсірді. Ішінде сіз де барсыз. Сәтті ме, сәтсіз бе киноларыңыз? Екінші киномыз сәтті өтті. Енді үшіншісіне дайындалып жатырмыз. Енді осы 1 жыл болды ғой дайындалып жатқанымызға. Енді жол түспеді. Былтыр жол түспеді. Өйткені біз жартысын Қытай елінде түсіруіміз керек еді, Гонконг қаласында. Ол жерде жаңа митингілер, өңкей жаңа халықтар көтеріліс болып, ояққа шыға алмаған. Содан кейін біз тоқтадық. Енді жолы болмады енді. Содан кейін ойладық, қоя тұрайық, енді көктемде бастайық деп. Сөйтіп енді көктемге енді келіп жаңа шетелден енді бастайын деп жатқан кезде мынау пандемия келіп тоқтатты бәрі. Енді бұйырғаны болады енді. Айбек, сіз әншіліктен бөлек кәсіппен айналысасыз ба? Бұрындары бір кәсіппен жақсы айналысқаныңызды білеміз. Қазір қандай бизнесіңіз бар? Қазір бизнес жоқ. Ол тек қана осы өнермен, кино және шығармашылықпен айналысамыз. Басқа еш нәрсе жоқ. Жаңа сұхбат басында айттық қой, 2 ұл, 1 қызыңыз бар деп. Қазақта әуелі әке айтпаса ақыл жарлы деген сөз бар. Сіз балаларыңызға қандай тәрбие беріп жатырсыз? Ең бірінші олардың бойынан қандай қасиет көргіңіз келеді? Ең бастысы ол адамгершілік. Және шын сөз айту. Мысалға, Айша ешқашан өтірік айтпайды. Тек қана сол ең басты осы жақсы көрген қасиеттің бірі, жақсы көріп қалған Айшаның қасиеттің бірі осы шындықта. Ешқашан алдамайды. Кесінен айтады, осылай. Жылайсың ба, жыла, немесе жылама, күлесің ба, күл, бірақ шындық осындай деп. Сол сияқты енді тфай ұлдарымыз да сондай болып келе жатыр. Енді барлық беріп жатқан тәрбиемізді қосылып тәрбие беріп жатырмыз енді. Жақсы, енді рахмет бізбен байланысқа шыққандарыңызға. Сізге рахмет. Аман болыңыздар. Ораза айы құтты болсын, баршаларыңызға денсаулықтарыңыз мықты болсын, еліміз жасай берсін. Аман болыңыздар.
Flash Up Energy күні бойы сергек жүруге мүмкіндік беретін алкогольсіз энергетикалық сусын. Оның құрамында кофеин мен тауриннен бөлек Б дәрумені кешені мен С дәрумені бар. Тәтті сусын энергия мен күш қана беріп қоймай, алға қарай биік белестерге ұмтылтады. Flash Up Energy мен бірге сергек бол, үйде бол. Ал қазір аздаған жарнамадан кейін әріптесім Наталья Райм бағдарламаны әрі қарай жалғастырады. Арнамыздан ауыспаңыздар.